Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дайындайтын асымыз палау. Тамағымыз ұнаса каналымызға жазылып, қоңыраушаны басып пікір жазыңыздар. Бұл тағамға сиырдың қабырғасы, төстігі, пияз, сәбіз, ноқат, мейіз қосылады. Етіміз жұмсақ әрі тез пісу үшін алдын ала 2 ас қасық бұршақ крахмалын қосып, жақсылап араластырып, 10 минуттен кейін крахмалын суық суға тазалап отырып жуып тастаймыз. Еттің суын жақсы сорғытып, қазанға май құйып, қызартып қуырамыз. Етімізді жақсылап жұмсартып пісіріп аламыз. Етіміз жұмсарғаннан кейін пиязды, сәбізді чай қасықпен 4 қасық тұз салып қайнатып аламыз. Тұзы кем болса қайтадан толықтаймыз. Сәбізіміз қуырылып жұмсарғаннан кейін ноқатты салып, 2-шіні су құямыз. Күрішімізге 1/1 болады су. Ноқатты алдын ала 3-4 сағат жібітіп аламыз. Қазанымыз қайнағаннан кейін күрішімізді саламыз. Күрішімізді арасында бірнеше рет тегіс араластырып тұрамыз. Бес минут қатты отта қайнатып алғаннан кейін қазанымызды 1-2 рет толық араластырамыз. Үстіне мейізімізді салып, қақпағын жауып, және азырақ қайнатып аламыз. Ең соңғы рет күрішімізді жақсырақ араластырып, оқтаумен әр жерінен тесіп аламыз да қайтадан бетін ғана майдалап жауып, қақпағын жауып 15 минут ең төменгі отта бықтырып пісірамыз. Мінеки асымыз дайын болды. Каналымызға жазылып, қоңыраушаны басып, ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.